Жаздың 2 ай уақыты босқа кетті. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Куинсая, және де жаңа айта кеткендей, жаздың 2 ай уақыты босқа кетіп қалды. Байқағандарыңыздай, жартысынан көбі. Және де қызықты емес, көңілді емес, есте қаларлық емес, босқа. Все пропало. Ойлаймаймыз, әлі жаздың 1 ай уақыты бар, сол үшін осы 1 ай қалған соңғы айды қызығырақ өткізуге тырысатын боламыз. A few moments later. Менің жазым қысқаша қалай өткенін айтып жатырмын сіздерге. Тым қызық емес болса өткізіп жібере салыңыздар. Easy. 23 күні менің туған күнім болды. Сол туған күнімде менің достарым барлығы келіп құттықтады. Барлықтарыңыз сол видеоны көрген боласыздар. Ол видеоны көрмесеңіздер, мына жерге или мына жерге қалдырып кетемін. Соны көрсеңіздер болады. Содан кейін біз 24 күні мама папамен менің туған күнімді тойладық. 24 күні тойлағанда мама папа өзінің жолдастарымен тойладық. Көлге бардық, Қамбаш көліне. Бізде жақын жерде көл бар, 2 сағаттық жер примерно. Көлге барған болатынбыз. Кішкене үзінділерін салып кетейін. Көлден қайтып келе жатырып мен түсіндім. Әлі де кеш емес. Өйткені мен ана 20 күн бойы дорама қарап жатып қалған, әлі 2 ай уақытымды босқа өткізіп алған. Мен ойладым, что болды, менің жазым осылай өтті. Мен ертең жазды қалай өткіздің деген эсседе 15 тіл дорама көрдім деп аттарын жазам. Ли Мен Хоның сондай әдемілігін жазам. Бұл видеоны монтаждайтын мен, барлығын кесіп тастайтын да мен. Сол үшін маған бәрібір сөйлей беремін. Бұл видеоны түсірудегі басты мақсаттарымның бірі қалған жаз айының 1 айын қызықты өткізу. Мен бүгін ең алдымен күннің батуын, яғни закатты қарсы алуға барамын деп шештім. Сағат примерно 8 болып қалды, ал погодада закат 8:30 деген. Сол үшін мен солай шыққан болатынмын көшеге. Күн өте әдемі болып тұр. Мен именно осы жерден закатты көруге келдім. Өйткені басқа жерлерге қарағанда бұл жерде күнді көру және оның сұлулығын тамашалау мүмкіндігі басым. Бұл уақытта дала өте керемет болып тұрады. Жалғыз өзің қыдырғанда басқаша бөлекше сезімге енесің. Басқа адамдармен, басқа болып жатқан айналадағы құбылыстардан бөлек табиғатпен жалғыз өзің өте керемет сезім. Сонымен қатар табиғаттың әдемілігі ол кез келген адамды бейжай қалдырмайды. Сол үшін де міндетті түрде жазды ең қызықты өткізу үшін күннің шығуы закат пен рассветті күтіп алыңыздар. Кейін мен жазды қызықты өткізу үшін үйде жата бермей, көшеге шығып серуендеп қайтайын деп шештім. Кешкі асымды ішуге осындай кафеге келдім. Негізінен бұл ешқандай да реклама, ештеңе емес. Кафенің атын айтпайтын да боламын. Бірақ бұл жер маған өте қатты ұнады. Неге десеңіздер, біріншіден атмосфера, өйткені бұл жерде осындай әдемі гүлдер ілініп тұрды. Яғни жалғыз өзің отырғанда демалуға өте керемет жер. Сонымен қатар бұл жерде көргендеріңіздей су шашып тұр. Бұл не су десеңіздер, бұл ауаны тазалайтын, яғни ауаны ылғалдатып тұратын сулар. Өте керемет, ол жерде ауаның тазалығы сондай тамаша болып тұрды. Кейін мен өзіме донерлік газ бердім, яғни кешкі асымда ішіп алдым. Осы жерде көрсеңіздер болады. Бір көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған, менің жанымнан келдің. Вот, мен үйге келдім.
кафеден шыққаннан кейін ровно 2 километр бір шаг істедім, 2 километр болды. 2 километр жүрдім, кафеден бері жаяу қайттым. Жақын жерде болғаннан кейін, почти жақын 2 километр болды. Мешаем, чтобы у нас он был немного тягучий. В конце добавляем моцареллочку и наши отваренные макарошки. Все это тщательно перемешиваем. Көреміз. Мен бұны жасап көремін деп шештім. Өйткені тиктокта реально mac and cheese, яғни макароны and сыр өте популярны болып жатыр. Мен жасап көремін деп шештім. Бірақ мен бүкіл аралды аралап шықсам да чипс таба алмадым. Яғни чипсы, сыр таба алмадым. Бір магазинде бар екен, бірақ ол жақта сырмен емес, паприкамен вкус. И ол керек емес маған именно осындай сыр керек болды. Үйге келгеннен кейін уже рецептке керекті ингредиенттерді дайындап қойдым. Бірінші осындай макарон. Білмеймін, қолыма түскен любой әдемі видеоға келеді-ау деген макарондарды ала салдым. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын, менің тамағым ауырып тұрған жоқ, просто қарлығып тұр. Дәрілерді ішіп жатырмын, барлығын жасап жатырмын, сол үшін кешірім сұраймын. Жасап көретін боламыз осындай макарон. Потом бізге сыр керек. Мен осынша көлемде алдым. Болатын шығар. Болмаса тағы бар, тағы сыр. Сосын ұнды, сосын сүтті мен өте аз мөлшерде қосатын боламын. Өйткені мен білмеймін. Точно макаронға ұнның қосудың керегі бар екенін. Просто на рецептте, яғни тиктокта прикиньте, 6 миллион просмотр жинаған. Значит, істеп көру керек. Яғни 6 миллион просмотр өте популярный. Бізге де соны тілеймін. Ол үшін оны қайнатып аламыз, макарондарды. Осымен біздің тамағымыз дайын. Бірден айтып қояйын, бұл тек сырды қатты жақсы көретіндерге арналады. Бір көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған, менің жанымнан кетпеші менден сұрана. Және де уақытты қызықты, көңілді өткізуге ең маңыздысы ол пикник. Және де мен далаға пикникке шыға алмадым, тем более жалғыз өзім болғаннан кейін. Менің достарымның барлығы жұмыста, барлығының өзінің шаруалары бар. Сол үшін мен барлығына айттым, пикникке шығайық деп бар қолдары тимеді. Сол үшін өзіме мини пикник үйде ұйымдастырған болатынмын. Үнемі естеріңізде болсын, жалғыз болсаңыздар да қандай жағдай болмасын, уақытты қызықты өткізуге болады. Барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда. Апайлап тағы кездесу алайлы, жан рахаттанды. Oh my love, апайлап тағы кездесу алайлы, жан рахаттанды. Oh my love, жолдан тағы күтіп алғым келеме, жеткізбеді ақтабан. Жандар жаны біздің атқан пәтерде шыдай енді кеп қала. Менде жалғыз өзімде пикник. Кстати, мен күшті кино тауып алдым. Круэлла деген прям қызыл жеріне келіп қалдым. Сосын мен камераны өшіруді ұмытып кеттім, есіме түсіп, осыларға айтып жатырмын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Әлі де кеш емес. Жаздарыңызды жалғыз болсаңыздар да қызықты өткізуге болады. Сол үшін мен сіздерге қалған бір айды қызықты өткізуге сәттілік тілеймін.
Сіздермен бірге болған мен Queen Saya. Менің Instagram парақшама жазылыңыздар. Кстати, менде TikTok бар. Сол TikTokқа да жазыла кетіңіздер. Және де мен өзім жалғыз өзім болсам да уақытымды қызықты өткізудемін. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған мен Queen Saya. Мен сіздерді жақсы көремін. Пока!